Assalamu alaikum құрметті бауырлар. Бұл ай қамари күнтізбесі бойынша, яғни ай күнтізбесі бойынша 9-шы реттік санда. Демек, бұл ай Алла тағаланың пенделерді тазалайтын және осы ай арқылы пенделердің тақуалығын арттыратын ең ұлы ай деп айтсақ қателеспейміз. Имам Ғазали рахимахулла өте бір керемет осы айда ораза ұстаған адамдар жайында 3 бөлікті айтып кетеді бізге. Соны мен сіздерге айтайын. Солардың біріншісі, бұл ораза ұстаған адамдардың бірінші тобы саумул амма дейді. Жалпы халықтың ұстайтын оразасы дейді. Яғни бұлар тек қана өздерін ішіп жеуден және әйелдеріне күндізгі уақытта жақындаудан тосатын адамдар болды. Бұлар тілдерін ғайбаттан, өсектен, көздерін харам нәрселерге қараудан, сонымен қатар шариғат бұйырған кейбір нәрселерді істеместен, тыйым салынған нәрселерді ораза ұстауменен қатар істеп жүретін кісілерді айтады екен. Екінші бөлігі бұл саумул хасса деп аталады. Яғни арнайы кісілердің ұстайтын оразасы. Бұл ораза тілі менен жүрегін сақтайтын, көзді сақтайтын, тек қана асқазанды ішіп жеуден және шахуаттан ғана емес, сонымен қатар барлық дене мүшелерінің барлығын сол харам нәрселерге түсіп қалудан сақтайтын кісілердің оразасы екен. Бұл мінекей қазіргі күндегі жалпы көп халықтың ұстап жүрген оразасының түрі деп айтсақ болады. Ал үшінші топтағы ораза бұл саумул хассатил хасса дейді. Яғни таңдалған кісілердің оразасы дейді. Бұлар жүректің оразасымен ұстайтын оразалар екен да. Олар өздерінің жүректерін қашан Рамазан айы келген кезде Раббыларына тапсырады екен. Бүкіл көз, тіл, денемен жасалынатын күнәлардың барлығынан тыйылумен қатар, олар сол Рамазанда бірнеше мәрте Құран кәрім оқып, пайғамбарға бірнеше мыңдаған салауаттарын жолдап, және бірнеше мыңдаған истиғфарларымен бүкіл ораза айын құлшылықпен, ғибадатпен Раббысына арнайтын кісілердің оразасы екен. Сондықтан бұл қасиетті айда осы үшінші топтағы адамдар сықылды бізде өзіміздің оразамызды Раббымызға шынайы жүрегімізбен, жүректің оразасы ұстайтын адамдардан болуды Алла Тағала нәсіп етсін. Бауырлар, видеоны соңына дейін көргендеріңізге Аллах разы болсын. Арнамыздағы басқа да роликтерге мән беріп көрсеңіздер, назарларыңызға рахмет. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.